Арыс қалалық мәдениет үйінде Жұмат Жанин атындағы академиялық драма театрының Шырмауық атты қойылымы халық назарына ұсынылды. Қазіргі таңда болып жатқан оқиғаларды бейнелейтін қойылым жастардың жат қылықтарға әуес болуының салдарын көрсетеді. Адамзатты бомбасыз да жоюға болады. Азғындық жолымен. Оған апаратын шырмауық жол нашақорлық. Үмітін үкілеп таққан отбасының жалғызы нашақорлықтың шырмауына шырмалып, ата-анасын ажалынан бұрын мәңгілікке аттануына себепкер болды. Жаһанданудың жалмауызына айналған нашақорлық апатының алдын алуға бола ма? Әлемді ат тұяғымен тітіреткен, егеулі найза қолға алған бабалар ұрпағы бүгінгі таңда не себепті азғындану жолына жеңіл ұшырауда? Бүгінгі қойылым осы сұрақтарға жауап іздейді. Көрермен назарына ұсынылған бұл қойылым 3 жыл бойы көрсетіліп келеді. Шынайы оқиғаға негізделген бұл спектакль қазіргі заманның дерті, нашақорлық тақырыбын көтереді. Қазіргі жастардың отбасына да әрбір балаларымыз болашақ. Әйтеуір осындай әдеттен, осындай жаман әдеттен арылса екен дейміз. Оқуға, білімге деген құштарлығы артса екен дейміз. Жақсы семья болса екен дейміз өмірде. Әйтеуір қателеспесе екен дейміз. Міне сол ой салатын әрбір үлкені бар, кішісі бар. Барша қауымға ой салатын керемет қойылымның бірі деп санаймын. Спектакльге келген көрермендер өнерпаздардың өнеріне тәнті болып, ыстық ықыластарын жасырмады. Қойылым көрермен жүрегінен орын тауып, көңілдерінен шықты. Сондай-ақ Еркінбек Шымырқұлов та Арыс халқына ризашылығын жасырмады. Осы бүгін Арыс көрермендеріне біз шын ризашылығымызды білдіреміз. Қандай керемет ұйымдастырған. Бұл да бір көрерменді алып келу, осы спектакльдерге тарту өзі оңай емес, байқасақ. Ал бірақ мүмкін осы мәдениет үйінің жаңағы қызметкерлеріне, басшыларына да Арыс қаласының әкімдігіне мен. Спектакль аяқталғанда көрермендер әртістерге ұзақ қошемет көрсетіп, естелік суретке түсті. Бұл қойылымның көрермендердің көңілдерінен шыққандығының бір белгісі. Көптеген жасөспірімдер залдан ойлы шықты. Олар өмір түбіне қалай бір сәтте түсіп кетуге болатынын көрді. Жантөре Болсымұрат, Сұңқар Бакиров, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.